Сонымен Астана қаласы Барыс аренасы және дзюдо жанкүйерлері тағатсыздана күткен әлемдік гранд-слемде басталды. Жарыстың алғашқы күні жерлестеріміз үшін сәтті болды деуге болады, өте жақсы нәтижелер тіркелді. Ал мен енді әдеттегідей осы маңызды, еліміз үшін маңызды спорттық шараның басы-қасында болып, қазір осында кіріп, көріп, эксклюзивті сұхбаттар алып, барлығын сіздің назарларыңызға ұсынғым келеді. Ендеше уақыттарыңызды алмай бастайық. Сонымен жарыс әдегеннен тартысты басталды. Алғашқы жарыс күні 4 салмақтағы үздіктер анықталған болатын. Ең өкініштісі ұлттық құрама үздіктері Елдос Сметов пен Әбиба Абужақынова татамиге шықпады. Десе де 3 спортшымыз финалға жолдама алып, отандық дзюдо жанкүйерлерін кәдімгідей қуантты. Әйелдер арасында ең жеңіл салмақтағы Ғалия Тыныбаева қола жүлдеге таласуға мүмкіндік алған. Бірақ соңғысында ресейлік спортшыға есе жіберді. Енді соңғы белдесуде қателік жібердім. Және де қарсыласымның артынан жүрген едім. Содан кейін ол бірінші кіргеннен құлап қалдым. Ол менің ғана қателігім, және де соған мен ғана жұмысты жасай аламын ары қарай. Ондай қателік қайталанбасындай. Шамам жетпеді, күшім жетпеді, ештеңе айта алмаймын. Шамам да жетті, күшім де жеткен еді. Жай ғана өзім қателік жібердім. Жақсы, Ғалия, рахмет саған. Мұңайма? Біз сені қолдаймыз бәрі, ақпараттық жағынан. Жақсы. Давай. Мұңайма. Ғалия енді көңілге болмады, бір ашуланып шықты. Көріп тұрық, жылап жатыр екен, сосын қатты сұрай алмадық. Өзіңіз айтып беріңізші, енді объективті сырттан көрдіңіз, өзіңіз басқасында жүрсіз ғой. Бір күреспей қойды, көзінде от болмады деген пікірлермен келсіз бе, келіспейсіз бе соңғы финалда? Жоқ, онымен келіспейміз. Енді Ғалиямызды өздеріңіз байқап ғой. Әлем чемпионатына жақсы күресті. Мына жерде жарыстан жарысқа қосып жатыр. Кішкене физикалық несі жетпеді. Екіншіден өзіміздің жерде күрескеннің кішкене өзінің несін. Ол өзі де айтқан, мен ана уайымдап кетемін, туысқандарым да болады деді осында. Уайымдап, сонымен ол да бар. Бірақ жалпы қызымыз жақсы. Спортшымыз жарыстан жарысқа қосып жатыр. Енді мұндай гранд-сламда бірінші рет жүлдеге таласып жатыр. Бұл да жақсы. Прогресс бар. Енді бұл бір-екі күнде Монголияға шығады. Сонда да қатыса ма? Қысқа аралықта арасы көп емес қой? Арасы көп емес. 24 күннен күреседі. Жақсы. Одан кейін енді білесіз, Әбиба соңғы күнге дейін бәрінің үміті болған, ойбай деп. Және қатты көңіліміз түсіп кетті естіген кезде жарыстың алдында. Енді жарақаты бар. Өзің көрдің әлем чемпионаты жарақатын. Оңғы емдедік. Кішкене тағы 2 апта демалу керек. Шықса кішкене тәуекел болып кетейін деп тұр ма? Сіңірі жыртылып кетуі мүмкін, ары қарай. Ауырғаннан бөлек? Алдымызда енді Азия ойындары бар. Сақтап қалуымыз керек, денсаулығы керек. Жақсы, Әбибаға да сәттілік тілейміз, және тезірек қалпына келсін. Осы жігіттер соның орнын жауып әйтеуір, үмітті ақтап елді бір қуантып жатыр. Қазақтың батырлары. Жақсы. Артынша 60 келідегі Мағжан Шамшидиннің белдесуін тағатсыздана күттік. Ол іріктеу сындарында Әзербайжан, Өзбекстан және Тәжікстан спортшыларын айқын басымдықпен ұтты. Ал финалда франциялық Седрик Револмен жолығып, сөздің шыны керек әрең жеңді. Қалай болғанда да қоржынымызға алғашқы алтын түсті. Қазақстан алға! Молодец болды. Азаматы. Қайдағына, кешеген үйлен, әйеліме рахмет. Әйеліме рахмет. 2 ай болды ғой? 21 майда үйлен. Көмегі болған болып тұр онда. Бекер рахмет айтпайды ол. Соң көмегі болған болып тұр. Келінің. Болды ма? Ажа, сен үшін бар ғой, бүгінгі гранд-слем кішкене жүрегіңе әсер еткен сияқты. Өйткені өзің білесің, жартылай финалда Тәжікпенде саған басында бірінші
мәрте Вазари берді, оны Хансоке берді жатыр. Бүгінде тура сондай, қандай сезімде болдың сол кезде? Енді негізі шыны керек ол жерде өзіме өте қатты Аллаға шүкір сенімді болдым. Бірінші Аллаға, екінші өзім тренерлеріме, өйткені моральдық түрде сынбауға кәдімгідей жұмыс жасадық. Ол жерде негізі өздеріңіз көргендеріңіздей төрешілер дұрыс судья етпеді негізі. Ол жерде Вазариде жоқ, Шидода жоқ негізінде. Кішігірім судья шыны айтсам тупит етті десем болады. Жүгіге әсер етпеді ме сол финалға? Жоқ, негізі Аллаға шүкір іштей өзім дайын болдым барлығына. Оған ешқандай босаңсыған жоқпын. Финалға деген ағайларым айтуы кәдімгі тактикасы қойылған. Кәдімгі бір-бірімізге жақсы тактика қойып шығыппыз, кәдімгі бір-бірімізді кәдімгі ала алмай 7 минут. Аллаға шүкір. Жақында ғана Спартакиадада күрестің, соның шаршаған жоқсың ба? Себебі қиын ба саған? Негізі енді Спартакиада осы жарыстың алдындағы сол кезде де интервью берген болатын. Білесің ба? Сол кезде сізге айтқан болатын, бұл жарыс мен үшін кішігірім нәтиже жинау үшін, дайындық үшін деп, өзім сынау үшін. Аллаға шүкір, жақсы нәтиже беріп тұр. Өз жерімізде қашанда күрескен қиын ғой, психологиялық тұрғыдан жүгің әсер етіп көрермен бар, киім керек деген қаншалықты сенімде болдың? Негізі ондай қатты, өз-өзіме қатты алған жоқпын. Негізі әлемдік ареналарда ойлаймын, көбісі жанып кететін болса, ол психологиялық тұрғыда уже нашар деген сөзді. Данный момент Аллаға шүкір, жарыс ол жарыс қой. Қазақстанда өтіп жатқаннан кейін өткен өзіміздің артымызда қай жаққа барсақ та сол жауапкершілік болады да. Аллаға шүкір, енді жауапкершілікті алып шықтық деп ойлаймын. Әнұран шырқалды, туымыз көтерілді. Қалың жанкүйер, оның артында күллі қазақ елі бір серпіліп қалды. Ал міне, алтын жүлде, жаңа ғана марапаттау рәсімі аяқталды. Салмағы бар екен біраз. 20-30 минуттай уақыт өтті, қалай қазір енді? Эмоцияң басылған шығар, басында шаршау да болды. Шаршау енді негізі финал енді ұзақ болды ғой, Аллаға шүкір. Ұзақ күрестік. Енді функционалдық түрде дайын болдық. Шамал моральдық түрде өз-өзімді келтіріп алдық десем болады. Өйткені залдың айқайы бар, ағайлардың айқайы бар, сезіліп тұрды. Рахмет көп-көп. Жақсы. Құлаққа не болды? Құлақты айтшы. Құлақ негізі кішкентайдан сынған құлақ қой негізі. Тағы да үстіне тағы сынды жаңа. Сол тәжік балуанмен күресіп жатқан кезде, сол кезде сынды. Бірақ айтып жатсың ғой, бүкіл не ұмытылды ма? Қанша еңбек, қанша тер төктің осы әрине. Негізі біраз болды ғой, алтын алмағалы. Шыны керек, біраз болды. Өзім алтын алмағалыма. Кілең 3-ші орын мен тұрақталып жүрдім. Алдыңғы жылы, мысалы, осы жыл Грузияда 3-ші орын алдым. Алдыңғы жылы 3-ші орын алдым. Біраз болды да, 3-ші орын кеткен. Жолмен жүріп келдің дейсіз осыған, Аллаға шүкір, дайындалды. Енді бізде мынандай ғой, халық көпшілігі олимпиадамен бағалайды, соған қарап настрой жасайды деген сияқты. Жоспар қандай бұйырса? Алла қаласа енді мен әлем чемпионатын өткізіп алдым. Әлем чемпионатындай очко беретін топ 32 деген бар, Алла қаласа. Құдай қаласа мастерский турнир өтеді, Будапештте, Венгрияда. Алла қаласа бір айдан кейін соған дайындаламыз. Құдай қаласа, ол жақта да осындай алтынмен қайтамыз деген үміттемін. Бұйырса. Жақсы. Жарақат ештеңе мазаламайды құлақтан басқа. Негізі, Аллаға шүкір, ондай травма, ондай қатты мазаламайды. Жақсы. Ағайлар не деп жатыр раздевалкада? Енді ол кісілердің қуанышында шек жоқ қой қазір, өзімдікіндей. Финалдың алдында не деп еді? Финалдың алдында жаңа тәжікпен күрескен кезде қатты қуанып қойдым. Соны байқадым мен, Қатты қуанып қойдым. Осман олай қатты қуанбады. Сен бір шығып кетті ма деп ойладым сол кезде, бүкіл эмоция. Жоқ, өткен халықтың айқай-шуын көтеру керек болды да енді, шыны керек. Ол жерде эмоция ондай, өз ішімдегін шығармадым да. Просто сыртқа көрсету керек нәрсені көрсет. Жақсы, саған үлкен рахмет. Сәттілік. Рахмет. Бір серпілтіп тастадың келді. Мына қаншама әурешілік, осы не бар ғой, басқасында мамандар соның еңбегін ақталғаны ғой, елдің үмітінің бір ақталған деген сияқты. Аллаға шүкір, әнұранымызды ойнатып, көктем желбіретуде ол үлкен бір өнер ғой негізі. Алда жарыс күндері бар, осы тоқтамайды деген үміттеміз енді. Алла қаласа қазір Ғұсман ағамызда чемпион болады деген үміттеміз, Алла қаласа. Бірге жанкүйер болайық, қарайық. 66 келдегі Ғұсман Қырғызбаев та жеңіс жолын жалғастырып, екінші алтынға қол созама деген үміт болды. Өйткені ол да финалға шықты. Ашығын айту керек, іріктеу кезеңі ауыр өтті. Әлем чемпионы Яго Абуладзені жеңді. Әзербайжандық Камран Сүлейменовтан, өзбекстандық Мухридин Килоловтан басым түсті. Бірақ финалда
қарсыласына есе жіберді. Бұл балуанмен осы уақытта 3 рет кездескем. Соның екеуінде жеңіс жеткем. Соңғы екеуінде өзім жеткем жеңіске. Жалпы бүгінгі күресінде айтыңызшы, көп жағдайда шидомен жеңген сияқтысың. Не себепті қаншалықты қарсыластарың мықты болды ма, жоқ әлде өзіңде бір қандай бір физикалық тұрғыда жетіспеушілік болды ма? Енді шидомен жеңгенде қалай десем болады. Енді күрес барысын солай болды енді. Ешкім оңаймен құламайды. Момент келсе лақтырып отырдық. Саған финал әсер еткен сияқты негізі қатты жүгдеуге осы жол. Жоқ, былай енді. Шын айтқанда бұл спортсменді жаңа күрескендердің арасындағы ешқайсысы мықты деп айта алмаймын. Бұл өйткені бұнымен 3 рет күрестім деп айттым ғой. Просто бір момент болып қалды да жаңа. Әйтпесе енді шаршап құлауға дайын тұрған болады негізі. Өкінішті ба? Өкініштігі әрине өзіміздің жерде болмаған екен. 6 минут жіберіп қою өте өкінішті болып тұр. Сонымен алғашқы жарыс күні аяқталды. Қоржынымызда 1 алтын және 1 күміс, әрине 2 алтын болғанын қалабек, бірақ осындай жағдай 2 алтын неге? Өйткені жалпы біз осы Grand Slam'ге қатысқан тарихымызда отандық дзюдоның бір жарыста 2 алтын алған жағдай болмапты. Бас аяғы 7 рет топ жарыпты. Отандық дзюдошылар, оның ішінде Галбадрах Отгонцөсек 2 рет 2 Grand Slam'ді алтын алған, қалған спортшыларымыз бір-бірден деген сияқты. Енді дәл осы Астанада өткен жарыста егер 2 алтын болатын болса, кемі 2 алтын болса, біз тарихи жетістікке жеткеніміз және осынша еңбек, мынаны ұйымдастыру енді үлкен үміт елдің, соның барлығы жаңа жаттығу бар, ақталғаны болар еді деген осындай пікір ғой. Сонымен достар, енді бұйырса алдағы уақытта да барынша хабардар қылып отырамыз. Ұлттық құрама спортшыларын жеңсе де жеңілсе де қолдан келгенше ақпараттық жағынан қолдаймыз. Сау болыңыздар.